Ассалаумағалейкум, құрметті оқырман. Мынандай үй салып жатқандарға мына лайфқа құрт қайдан шығады дейді. Құрттың шығатын жері мынандай өтіні. Қабықтың астында мындай личинкалар, құрттар нелер қатып жатыр. Сондықтан ерінбей мына қабық таза жүру. Түк қиындығы жоқ, тартып жүрсең ашылып кете береді өзімен өзі. Қолмен пышақ сияқты бірдеңе алып алсаң, оңай ашылады. Мен қосы жоқ деп аяқ астынан міне құрттар. Алай, арадан қоя бер. Нәсі қой үшінші. Берлігінен бері ашып алып тастаса, біріншіден құрттары түседі, екіншіден құрттары көреді, арасына лажын шоқпасы кепкесінен бері. Үшіншіден сосын личинка қалдырмайды, төбен қытырламайды. Қанша құрт шығып отыр. Мындай қабықтар істейміз, мындай қабықтар асы көп болмайды. Жұқа қабықтар астында. Асынан мындай үлкен қабықтар да болады. Сүйіп таза жесе. Пышақпен, күрекпен немен тазаласа тез тазаланады. Осы менде ондай ештеңе жоқ. Қолмен тазалап қалсаң кішкене ұзақ сияқты көрініп тұрғаны. Үйсіп тап-таза қылып салса болады. Соқа ұстайтын ағаш осындай болады, жайлап астында неде қалады құрт дейтін. Содан төбеде қыдырлайды. Құрт түсіп кетті, төбем қыдырлап жатыр, апел түсіп жатыр дейтін. Тап-таза қылып. Тап-таза алып тастасаң, құрт та жоқ, тұнда жоқ, тып-тыныш. Күрекпен, пышақпен тез алынады. Мен қолымда жүзіққа қаңылдырып алсам болмайды. Осындай лайфқа. Біздің ауылдай шығарып тастағандарымыз. Ішінде сондайлар барларын біз білеміз, сол шығарып тастаймыз. Көп жерде мынандай шығармайды, алата төңкеріп салып жібереді. Сосын төбеде арзандап сатқан сияқты қылып. Біздерде мындай ағаштарды отдельно сатамыз арзанға. Мына ондықтар. Құрт түскен ағаш. Мынаның бәрі сол құрт жегеннен.
төбенің түсіп кетуі, ұшып кетуі, шайып кетуі бәрі содан. Төбе қатарлауы, үйге белкің түсуі. Мынаның бәрі өлген ағаш. Тал өлгеннен кейін барып құрт түсіп бастайды бойына. Соқа сойдың дұрысының өзі арзан болатын. Соқа сойдың дұрысы куба 80 мың теңгеден. Дәл сондай размер, мысалға, міне қасында зеленка бар, сасынан шын зеленкасы кәдімгі. Андай зеленка деп тығып атқандар емес, шын зеленкасы. Бұларда да қабық қуады, бірақ бұларда бар құрт тумайды. Мынадай қабық қуады, ұсақ қабық. Анасында құрт тумайды бұларда. Тірі тал өткен себебі бар. Бұлардың бағасы қымбат болатын, мынаған қарағанда. Суқа сойлар 80 мың теңгеден, мыналар 90 мың теңгеден кубасы.